Сәлем достар, біз бүгін 4 қана рецепттен тұратын осындай әдемі, өте дәмді вафли пісіретін боламыз. Дастарханның сәнін келтіреді және өте дәмді. Сіз бұл вафлиден кейін дүкеннің вафлин сатып алғыңыз келмей қалатыны сөзсіз. Сонымен бастаймыз. Бізге кез келген сары май керек болады. Мен 180 грамдық маргарин алдым. 150 грамм ұн, 5 жұмыртқа және 100 грамм қант аламыз. Содан кейін майды ертіп алып, 5 жұмыртқамызды қосып, миксермен араластырамыз. Содан кейін 100 грамм қантымызды қосамыз. Оны да миксерлеп алғаннан кейін, ұнымызды алып біртіндеп отырып қосып араластырамыз. Барлығын бірден қосып жібермеңіздер. Бізде осындай сұйықтықта вафлиміздің тестасы шығады. Осындай бір қасықтай, где-то 150 граммнан осындай ұн қалды. Енді бізде осындай сгущенканың сұйықтығындай сұйықтау бізде теста шықты. Вафельницамызды қыздырып болғаннан кейін бір қасықтан құйып отырып пісіреміз. Әр қайсысы 2 минуттан піседі. Енді сіздің вафельницаңызға байланысты ол. Менде 2 минуттай уақыт алады бір вафли пісіру. Міне бірінші вафлиіміз пісті. Алып, осылай орасақ болады, трубочка сияқты қылдырып. Міне әдемі көрінеді дастарханда. Екінші вафлиіміз пісті. Оны да осылай орасаңыздар болады. Үшінші вафлимізді аламыз. Мұны біз гүл сияқты қылып ораймыз. Кез келген формада осылай вафлиларыңызды ораймыз. Міне біздің вафлиларымыз пісті. Өте әдемі көрінеді, өте дәмді. Енді бұл вафлидан кейін сіздер дүкеннен вафли алмайсыздар, ол сөзсіз. Менің вафлим ұнаса лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Каналға тіркеліп кетуді де ұмытпаңыз.